Assalamualaikum dostlar. Bugün 30 12 ay 2025 жыл. Әлекеңнің бір өзгеше бір палау істеймін деп базардан бар төс алды, сары сәбіз, қызыл сәбізді алды. Бұл деген жылқы сияқты кістеді екен ғой адамды. Әлекенің айтуынша солай енді. Қазір екеуміз отырмыз. Bir қазан палау. Біреу жарым кеп қалар ма екен деп те отырмыз тағы. Құда қаласа бір сағаттарда болып қалады ау. Келем деушілер болса, есік ашық. 30 желтоқсан Шымкент қаласы. Құтты мекен кафе Нұрғалидың осындай керемет жерінде отырмыз. Міне поварымыз Әлекең. Бүгін керемет палау тұтқыш. Бүгін көй төс. Анау күріштің өзі отборный килограмм 1,5 мыңнан. Сәбіз, мейіз, мына күрішті жеген арманда жемеген шарманда деген білді. Мына күрішті ауырып отқан адам ауруы жазылып, өлейін деп отқан өлім тіріліп кетеді. Нұрекеңнің есінде. Айтып шақырдық, бәрін келулерің керек еді. Міне, главный неде мен бұйырсын olsun бастайын деп жатырмыз.